Ділдар Мамырбаева. Бесікке салу. Ауылдағы Оразбай аға мен Күлтай әже 40-тан асқан баласынан немере көргенде әлсіз жүректеріне әл құйылғандай қуаттанып шыға келген. Қуаныштың тардай дәні өмірлерін шуақтандырып жіберді. Жаннаттың бір дос келіншегі: балаңды кемпірдің қолына бере берме, олардың қолының уыты баланы өсірмей тастайды. Әрі кәрілер жас баланың энергиясын алып қояды да балаң аурушаң болып қалады деп ақыл айтқан. Біраз елгіп қалды. Бір-екі күн әлденені сылтаулатып баланы енесіне ұстатпаған. Сұңғыла кемпір келін қылығын бірден аңғарып жаны қызылала қан болып ауырып қалған. Жанат бұдан арыға шыдамады. Үкідей денесі үлбіреген Еренғайыпты енесінің қолына ұстатып баяғысынша тірлігіне кіріскен. Балам, бесігіңнің жөргек төбегін даярлап қой. Бүгін ауылдың үлкендерін шақырып бесікке салу тойын өткіземіз деп шақырылтылған қонақтардың атын атап жатты. Құрмаш, ананы шақырмаймыз ба? Шақырғым келіп тұрған жоқ. Бірақ елден қалдыруға да дәтім шыдамайды деп енесі екіштілау жауап берді. Неге? Шақыра салайық. Байлығымызды ішпес. Жанат енесіне өзінше ақыл қосқан. Жанаттың көңілін қимады ма? Күлтай әже Құрмашты көңілі қаламаса да шақырған. Қонақтар тамақ ішіп, әңгіменің тегі ағытылып, көңіл жайланған соң енесі үстіне 7 түрлі қадірлі заттар қойылған, талдан иіріліп жасалған бесіктің жанында үлкен әйелдерді шақырды. Ал бесікті өздерің отпен аластап, тыштырмаларыңды жасап, менің алтынымды өзіңнің қасиетті, киелі, құтты алтын ұясына бөлеңдер деп бесікке салған адамға берілер кәдені сыйлығын шетке әкеліп қойды. Құрмаш апа бөлесін деп бір әйел жол беріп еді. Жанаттың енесінің жаны шығып кете жаздады. Қанша әдепті, ибалы болғанымен немересін ол кісінің ұстауын қаламайтындығын білдіріп алды. Әйелдер дуылдаса келіп, 10 бала өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға аман есен қондырып тұрған анаға жол ұсынды. Жанат бір шетке ысырылып, мұң басып, ғайып күйге шығып қалған Құрмаш апаны қатты аяп кетті. Енесінің онысы несі екен? Адамдарды алалап, тойдан ренішті қайтатын болды-ау. Қуанған жұрт Құрмашты лезде ұмытып кетті. Әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем деп бесік жырын айтып, той қызығын қыздыра түсті. Жанаттың көңілі ғана алаңдаулы. Қонақтар кетісімен енесіне деген ренішті айтып салды. Ел іші алтын бесік деген сөз бесіктің құдіретін көрсетеді. Бесікке салу елеулі дәстүрдің бірі. Оны өнегелі, тәрбиелі әйелдер атқаруы керек. Қолы таза адам болуы тиіс. Сонда бала да адал болып тәрбиеленеді. Жалпы қазақтың қандай салт дәстүрі болсын, жаны таза, мейірімді, айналасындағыларға шапағаты мол адамдар атқаруы тиіс. Құрмаш апа да жаман емес қой. Балалар қарамай кетсе, тағдыры солай болған шығар. Біздің қоса табалағанымыз дұрыс емес секілді. Табалағандық емес. Құрмашпен 60 жыл бірге жасасып келеміз. Бір-бірімізден жасыратын құпия сыр жоқ. Мен де аяймын. Бірақ бір кезде енесіне у беріп өлтіре жаздағанын ойласам, кәпірдің бетіне қарағым келмейді. Енесіне у берген дейсіз бе? Ойпырмай, үлкен кісілердің арасында да небір сорақылары бар екен-ау. Жанаттың жаны түршігіп кетті. Иә, жас кезінде тым сорақы еді. Сырын білетіндер азайып, қайта беті ашылып келеді ғой. Әйтпесе отырған жерін ойып тастайтын жан болатын. Енесінің жүзі қара күреңденіп кетті. Жас кезінде сенің атаңа да біраз қылмыңдағаны бар болатын. Онысын қойшы, жастықтың желігі шығар. Енесіне не көрсетпеді? Ашуын тежей алмай, біраз сөйлеп барып тоқтады. Жанат, өмір таразы, кімнің қанша салмағы барын көрсетіп тұрады екен-ау деп ойлады. Дос келіншегінің сөзіне елігіп, баласын енесіне ұстатпағанына жерге кірердей болып ұялды. Құрмаш кемпірді де кезінде біраз азғырған болар деп түйді. Әрбір теріс қылық үшін болашаққа не бетімізді айтамыз деп ойлану керек екен-ау.